тақияны киіп жүргеніме жалпы 30 жылдар болды. 1994 жылы өткен ғасырдан бастап тақияны кидім. Өткен неге 25 жасымда ма ең бірінші Басқұда болып бардым. Маңғыстауда Жетібай деген жерде ең бірінші Басқұда болып барып, сол құдалықта барған кезде тақияны кие бастадым. 94 жыл. 30 жылда болып қалды. 30 жыл. Себебі не тастамауыңыз? Өйткені мен біріншіден қазақ болып туылғасын, өзімнің ұлттық киімді, әрине ұлттық тақиямды тастамаймын, әр уақытта киемін. Өйткені мен өзім семьямда ең кішісімін, ең кенжесімін. Менің марқұм әкем ол да тақия киген. Тақияны сол жалпы мақтанып тұрамын, тақия өзгеше. Тақиямен жер бетінде жүрдік. Шетелде болдық қаншама, бәрі қызығып қарайды. Бәрі қызығып қарайды. Бәрі қызығып қарайды. Адам баласы, әйел болсын, ер азамат болсын, басы жауып қойған дұрыс. Денсаулыққа да жақсы. Барлығыңыздың кеңес бересіз ғой. Иә, дұрыс. Әрине. Ол тек қазақта емес, бүкіл ұлтта бар ондай. Бүкіл ұлт, Америка, Африка болсын, тақия киген дұрыс. Тарих қандай сонда? Тақия болғанда өзіміздің қарасаңыз, қазақи киіз үйдің формасы, домалақ, соның ішінде басындағы чакра дейді ғой, чакра. Чакра деген сияқты бастың төбесінде жақсы өзі жақсы жұмыс істейді. Киелі ма? Киесі бар ма? Киелігі жоқ енді. Бұл жақсы бір денсаулыққа атрибут. Содан бері тастамайсыз 30 жылдан бері. Сіз бас киімсіз көрмегенсіз шынымен. Кинода да. Бас киімді мысалы тақиясыз өтетін заманда, мысалы концерттерде, бір рөлдерде болмаса, той думандарда болса, тақияны шешемін. Былай күнделікті тақиям бар. Жалпы қазақтың осы бір ұлттық құндылығы десек те болады ғой. Өте дұрыс, иә. Өйткені әрбір ұлттың өзінің ұлттық киімі бар. Ол басқа ұлттық киімнен кисе де, ол бәрі де өзінің ұлттық киімін дәріптеу керек. Сізге осылай қызығып қарай ма елдер мысалы? Әрине, бәрі қарайды. Ол мысалы сол 90-шы жылдары оны көп киген жоқ қой мысалы. 90-шы жылдары? 90-шы жылдары мысалы оны киген жоқ қой. Егемендік алғаннан бастап, ақырындап тойларда болмаса, сонда киетін. Ал қазір Аллаға шүкір, көшеде байқасаңыздар, тақия киеді, камзол киеді, әйел адамдар, келіндер, былай деймін ғой. Негізі дінмен қатты байланысы бар ма, жоқ әлде қазақи болмысқа қатты байланысы бар деп ойлайсыз? Дін дегенде дінге байланысты жалпы дінді айтады ғой. Мысалы, намазға тұрған кезде басын жауып тұрған дұрыс. Ол енді міндетті түрде деген емес, жалпы өзінің ұлттық киім болғасын басын жауып қойған жақсы. Күнде көшеде жүрсең де жақсы. Адам сенің басыңа қарайды, тіл көзден аман бол деген сияқты, жылтыраққа қарайды деген сияқты ғой. Ол өте жақсы. Жалпы біздің осы жастарына кеңес бересіз бе? Әрине, қазір Аллаға шүкір жаман емес, қазір қыз болғанның тақиясы бар мысалы. Қыздардікі арнайы бар. Арнайы өзінің кәдімгі әдемі күмістен жасаған үлгісі бар деген сияқты. Балдарға, кішкентай балдарға арнайы бар, ақсақалдарға бар деген сияқты. Түстері бар. Мысалы, қызыл бас киім болса, бұрынғы мысалы қызыл орамал, қызыл тақия болатын болса, бұл үйдің қызы екен деген сияқты. Бұл ертең күйеуге шыққанда өз басына орамал киеді, ақ орамал келін деген сөз. Қазақ деген сол ымдап, астарлап түсінген, қойып кеткен сол. Бізде қазір артып бара жатыр ғой, қазақтың осы тұтас түріне құндылығына сенім алып жатқан жастар мысалы көбейіп жатыр деп ойлайсыз ба өз басыңыз? Қазір жақсы қызығып жатқан. Қазір қызығып жатыр көп. Қазір қазақтың киіміне, қазақтың өзінің мынау шапан, камзол, қазір көп қой мысалы қымбаты бар, оның орта буынды ақшалары бар, қыздардың сақинасы көп оны айтады мысалы. Қолына киетін мысалы білезіктері, егіз білезіктері бар, құда білезігі дегендері бар. Ол өте күшті. Ол ақырындап келіп кетсе бір 10 жылдың ішінде мен ойлаймын жалпы Қазақстанның 50% сондай тағат сол ата-бабаларымызға айтып келеді деп ойлаймын. Рахмет, біз бұны жас қазақ атты біздің сайтымызда алып жатырмыз, негізі керемет. Осы ұлттық құндылықтарды тәрбиелеу жөнінде, дәріптеу жөнінде. Рахмет сізге көп. Кеңес бересіз ба жалпы? Иә, жалпы айтатыным өзіміздің ұлттық киімге, зергерлік жұмысқа,
аяқ киімнен бастап басымызға шейін өзіміздің кезінде ата бабаларымыздың қалдырып кеткен киімді киюіміз керек. Ақырындап келеді. Бәрі келеді. Оның ешқандай не жоқ. Басқа ұлттарды қарасаң, өз киіммен жүр, біз өз киіммен жүруіміз керек. Болды. Рахмет сізге.